Иә, сол жағдайдан соң менің байқағаным, балам келінімді үреймен ұстап отырғандай болды. Келінім оның қасқағанына қарап қатты қарайды екен. Балаларын да тәртіппен ұстап, әкелерінің мазасын алмауына қатты көңіл бөледі екен. Осынша жыл бірге тұрып, мен соған мән бермеппін. Үлкен немере қызымды жеке шақырып алып, әкесі анасына қай кезде қалай қол жұмсайтынын сұрап білдім. Балам әр кез мен шағымданғанда әйелін жеке бөлмеге қамап алып, нұқып, итеріп, болмаса қатты арқасынан бүйірінен ұрады екен. Айтатыны, мен саған анамның көңілінен шық, ол қандай адам екенін айттым, аузыңды ашушы болма деп сілтелейді екен. Соны кішкентайынан көрген қыз анасының әкесіне таяқ жегеніне менің кінәлі екенімді көзіме шұқып айтты. Сіз жөні жоқ анама тиіспесеңіз, әкеме анамды жамандамасаңыз, анам таяқ жемес еді. Анам таяқ жей жүріп сіздің көңіліңізден шығуға тырысты деп жылап айтты. Әкем өте қу, сіз сияқты қу. Анамның бетін еш уақытта көгерткен емес, есесіне екі білегі, денесі көгеретін. Мен моншада талай рет көрдім. Сіз анамды жамандамай, сізге сонда да анам сізді жамандамайды. Сізге бір ретте ренжімеді. Содан кейін мен келінге қарап сөйлемейтін болдым. Келінім ешкімге шағымданбай жүргеніне таң қалдым. Болмаса төрт ағасы баяғыда баламды сілкілеп орнына қояр еді ғой. Мен келініммен ананы-мынаны айтып әңгімелесетін болдым. Ол әңгімеге жоқ, бірақ тыңдай білетін. Осынша жылда мен келінімді басқа қырынан таныдым. Қабағы қалың, өмірі күлмейтін келінімді ауылдағы адамдар қатты сыйлайды екен. Өз ұжымында беделді. Көрші-қолаң жақын тартып ақыл сұрайды. Мен сонда осынша уақыт өзіммен өзім алысып, біресе қыздарыма жұлқынып кетіп қалам, біресе келіп ит болып қадір-қасиетінен айырылыппын ғой. Мен ауылда құрметтеп, сыйластық танытқан жанды көрмедім. Бәрі менен үрке қашып, жолағылар келмейтін. Оған да өзім кінәлімін. Жұмыс істеп жүргенде ешкімге аяушылықпен қарамайтынмын. Қырып жойып, өз билігімді жүргізгенмін. Сол кездегі әртүрлі өкпе наз бар менің халқымда. Есесіне, ел келінімен жақын, келініме керемет құрмет көрсететін. Келінім ауыл бақшасының меңгерушісі болды. Балаларының үлкені ұлы оқуын аяқтап мамандығын игеріп жүрген. Екіншісі студент, ортаншы екеуі жоғары сынып оқушылары, кіші екеуі 7-5 сыныпта еді. Балам мен келінім 50-ге жақындап қалған еді. Сол жағдайдан соң біз 4 жыл бірге тату тұрдық. Ұлым мен келінімнің бірге тұрғандарына 25 жыл болған. Аяқ астан келініме дерт жабысты. Көз тиді ме, сөз тиді ме, әлде бұрынғы күйігі ішіне түсті ме, дертінен айыға алмады. Тіпті немен ауырғанын нақты таба алмадық. Ұлым емдетем деп шарқ ұрып талай жерге апарды. Болмады. Келінім көз алдында сола берді. Ауру жеңіп, құр сүлдері қалды. Бала-шағасы қасынан шықпай мәпелеуде. Балаларының алды 24-ке келген. Әне-міне үйленем деп үлкен ұлы даяр отырған еді. Келіннің беті бері қарамады. Бала-шағасы үрпиіп, күлуден қалды. Ұлым түңіліп өмірден баз кешкендей, әйелінің қасынан шықпайды. Кешірім сұрап, өкініп отырған. Мен келініме жақындауға бет жоқ. Алладан мен ал, келінімді қалдыр деп өзімді келінімнің жолында құрбан болайын деп қақсаумен болдым. Әже, сізді анам шақырып жатыр, деді немерем. 75-тен 76-ға өткем, өле салайын десем ажал жоқ. Мен сорлы күйген бетіммен келінімнің алдына келдім. Келінім ширақы, көзі ашық, сәл күлімдегендей болып жатыр. Алтыным, қалың жақсы ма? Түрің нұрланып тұр. Бүгін тәуірсің бе, дедім. Апа, тәуірмін деп сізді алдамай-ақ қояйын. Мына айналдырған ауру мені алмай қоймайтын сияқты, деді теңіккен дауыспен. Құрбаның болайын,
жаратқан мені алсын деп мен еңкілдеп жылап жібердім. Келінім қолымнан қысып, апа, мен сізге ризамын, сіз де маған риза болыңыз деді. Мен сорлы жауап қата алмай басымды изеп жылай бердім. Отағасы қу тізесін құшақтап қалмасын, әлі жас, 50-ге енді келді. Балалар өсті, олар ер жетті. Ұсақ болса да мына өмірге үйреніп кетеді. Ал анау кенжетайларыма қорған керек. Сіз оларға қорған болыңыз. Сол екеуін жылатпай, өз жолдарына салыңыз. Ал отағасы теңін тапсын. Балаларым жеп жалғыз қалмасын деп шаршап кетіп тоқтап қалды. Оны қайтесің ойлап, балам, өзіңді ойла, жазылуыңды ойла дедім де, не айтарымды білмедім. Апа, отағасына, мен ойламай кім ойлайды? Мен рұқсатымды бердім. Ол жалғыз қалмасын, ер адамға жалғыз қалу қиын. Ал отағасына тіптен қиын. Мінезін білесіз. Ол мен кеткен соң мұрт сынып кетпесін. Сіз оны жаңа өмірге жетелеңіз. Келіншек алуына алдап та болса көндіріңіз деді демігіп. Мен сорлы тек жылаумен болдым. Атасының баласының, яғни ол үлкен ұлын солай атайтын. Атасының баласының қуанышына мен жете алмадым. Кейінге қалдырып, созбай сүйгеніне қосыңыз. Үлкен қыздар да ұшқалы тұр. Алды 22-ге келді. Менің өлімім ешкімге кедергі болмасын. Бақыттарын тапса бара берсін. Сіз абыроймен ұзатыңыз, жылатпаңыз, жасаулары дайын. Мен оларға көрсеткем деп шаршап кетті. Сол кезде балам кірді. Ол ойлы көзбен маған бір қарап қалды да, көп сөйлеп кеттің, шаршап қалдың, демалсаңшы деді маңдайынан сүйіп. Келін күйеуінің қолынан ұстап, мен саған ризамын, артық кеткен жерім болса кешір деді. Балам жылап жіберді, тізерлеп отыра қалды да, сен кешір мені, мен де саған ризамын, мен сенің қадіріңді білмедім деп басын төсекке қойып жылаумен болды. Ёп, твою мать, ана қызды қарап. Жүрегім ауырды. Таң ата келінім бақилық болды. Дәл сол уақытта мен сондай керемет жанның қадірін білмей, өмірін қор қылғаныма өкіндім. Мен келінімнен кешірім де сұрай алмадым. Саған ризамын деген сөзді де айта алмадым. Тым кеш. Содан бері міне 7 жыл өтті. Осы жылдарда балалары ер жетіп, өз жолдарын тауып жатыр. Үйленгендері үйленіп, тұрмысқа шығатын тұрмысқа шығып, оқуға түскендері оқуларына оқып жүр. Ұлыма келінімнің аманатын қақсап айта бердім. Балам 4 жыл өткізіп бір келіншекпен бас қосты. Келіншегі 30-дың ортасынан асқан жас еді. Тіпті қыз да туып берді. Балам бұрғыдай зіркілдемейді. Сол қызы оған тірі ойыншық болды. Есіл дерті сол қызда. Маған көңіл де бөлмейді. Мен не ішіп жатырмын, не жеп жатырмын шаруасы жоқ. Кіші балалар да міне мектеп бітіреді. Оларға келін дауыс көтерсе қағып, қызғыштай қорып, жәутеңдетпей жеткіздім. Кіші балалар өсіп, колледждеріне оқуға кетті. Ал жас келін мені көрмейтін сияқты. Адам деп аузын ашып сөйлемейді. Дастархан басына шақырмайды. Асты бөлмеме әкеліп қойып кетеді. Ол асы құрғыр, кешегіден қалған тамақ, болмаса құр нан мен сүт қатқан шай болады. Амал жоқ, қарным ашқан соң жеймін. Балам келсе, апа тамағын ішіп демалып жатыр деп жолатпайды. Балам да кіріп, хал сұрамайды. Ол да мені керек қылып тұрмағандай. Дәмді тамақтың иісі қолқаңдалып бұрқырап тұрады. Мен сол иіске иіскеп, өз өксігіме булығып жылаймын. Қайран, өз келінім. Апа, не жегіңіз келіп тұр? Тәбетіңіз не қалап тұр? Десе мен сорлы. Несіне менен сұрайсың? Әлде әдейі сұрап отырсың ба? Не пісіресің соны жеймін де? Болмаса қара сумен қатқан нан жесем де өлмеймін деп жұлынушы едім. Міне, енді сол қара сумен қатқан нан жейтін күнге де жеттім. Өзіме де обал жоқ. Сол күнді өзім тілеп алдым. Зейнетақымды келінім карточкасымен алып алған. Маған көк тиын да ұстатпайды. Айтатыны,
үлкен немерелеріңізге ананы алдым, мынаны алдым, жолдарына бердім, сабағына төледім дейді. Мен тіпті өзіме бер деп сұрай алмаймын. Зейнетақы түскен күні ол жадырап, жайнап, құлпырып, жылы сөйлеп қалады. Кіші келін жұмыс жасамайды, оқымаған, күні бойы үйде, малды сатып бітірді, нан жаппайды, дүкеннен ала салады. Үйдің бетін ғана жинап әйтеуір ас пісіреді. Кірді машинка жуады, сонында міндет етіп әрең салып шығарып, жайып үкілеп бақылап жүреді. Қонақ мүлдем күтпейді, үйге қонақ келмейтін болды. Екінші келін үлкен немерелерім келгенде ғана өтірік күліп, қамқор болғандай болады. Олар кетіп қалғанда жетектеп бөлмеме кіргізіп жіберіп, сосын аяғын баспайды. Бірнеше айда кезекпен 2 қызы мені үйлеріне алып кетеді. Оны ұлым өтінетін көрінеді, әйелі демалам деп айтады екен. Қыздарының 3-еуі де балалы шағалы және немерелері. Өздері араласып, сапырылысып жатқан құда жекжаттары да жетерлік. Олар мені апта, ай жатқызып қайта үйіме апарып тастайды. Баламды қолына барғым келмейді. Ол жерде бөлмемнен шыға алмай қорқып отырам. Міне, қазір мен екінші қызымның қолына келдім. Ол да маған бір көңіл болып әңгімелеспейді. Өз шаруасы бітпей жүргені. Тіпті аяқ қолының тырнағын да алып беруге сендерге әкеп тастады ғой. Мен нашар адам болғаным соншалық Құдайға да керек емеспін деп ойлап қоям. Ажал маған келмей қойды. Немерелерім өсіп, үйлі болып, балалы болып жатыр. Тойларына апарып төріне отырғызып бата сұрайды. Әсте бір спектакль секілді. Басқа уақытта маған деген жақындықтары жоқ. Хал сұрап, хабарласуды ұмытып кетеді. Әлде мен ұмытып қалам ба, әйтеуір өзім түсінбеймін. Ұмытшақ болып кетіппін. Ас жеген жемегенімді білмей қаламын. Тағы тамақ сұрап ұрыс естимін. Өз келінім болса маған тамақ сұратпай-ақ дәмділеп, бала-шағасының ортасының алдына әкеліп берер ме еді деп ойлап қоямын. Бір түсінгені мен сорлы келінімнің, енемнің, жарымның қадірін түсінбеген жан екенмін. Осынша жасқа жетіп, соны кеш түсіндім, деп әжей жылап сөйлемей отырып қалды. Маған бұл оқиғаны есту қиын болды. Мен де көз жасымды көл етіп әжеге жақындап. Сізді балаларыңыз бәрі жақсы көреді екен. Немерелеріңіз деп сирек болса да келіп тұрады екен. Ал ұлыңыз бір өкпе қалған шығар, болмаса жаңа әйелімен сіз үшін сөзге келіп, керіс қалғысы келмейтін шығар. Бір сөйлесіп көрсеңізші, ашық айтыңыз, ол да өз сырын айтсын. Қайта, сіз бақытты жан екенсіз, ұл қызыңыз бар, жақсылығын көріп төрінде отырсыз. Әжей бетін сүріп басын изеді. Мен өз өмірімді ойласам қатты ұялам. Жасаған бір жақсылығым жоқ, сорлымын. Ештеңенің байыбына жетпей, дүрсе қоя беріп, дағдыланған жаман әдетім бар еді. Қу жалғыз мені кешіріп, риза болса, маған сол жетеді. Ұлының алыстап жүргені жанына қатты батып отырғаны көрінді.